Ассалаумағалейкум, кеш жарық достар. Кеш жарық. Қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Так. Комментарий жазып қойын. Тіркелу үшін 800 702 440 99 83. И осыны прикрепить комментарий. Прикрепили. Кеш жарық достар, кеш жарық. Ой, тамаша. Бірденен біраз адам кірді. Жадыра ханым, кеш жарық. Қадір түніне дайындалып жатырсыздар ма? Ораза айы, келі ай, керемет ай, осының керемет түні. Қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Жағдайларыңыз қалай? Мен сіздерге жақсы жаңалықпен шығып жатырмын. Эфирге шығудың өзіндік бір себебі бар. Ол себеп негізі біздің 1000 миллионер проектісіне байланысты. Кім 1000 миллионер проектісіне қосылды? Барлығын шын жүректен құттықтаймын. Уже 10 шақты адам бізде бір айдың ішінде 1 миллион теңге таза табыс тауып қойды. Оның ішінде біреусі 4 миллион теңге тауып қойды. И миллион тапқандар, олар дальше қазір жұмыс жасап жатыр. Выпускныйға дейін, құдай қаласа, тағда олар миллиондарын арттыра беретін болады. И как раз таки негізгі идеология выпускнойда бәріміздің басымыз қосылып, дальше сообщество создавать етіп, сол жерде бірігіп жұмыс жасау, партнерство создавать ету, новый проектлар жасау. Ең басты дүние, Аллаға сансыз шүкір, отанымызда соғыс жоқ, одан кейін барып границалардың барлығы ашық, басқа мемлекеттерге емін-еркін кіріп шығып затымызды әкеліп жатырмыз арзан бағада. И Қазақстанда экономиканы жалпы в целом өсуіне өзіндік бір үлесіңді қоса отырып, өз жағдайыңды жасау. Конечно, бірінші бісміллә деп бастаған кезде өзің бала-шағаңды, өзіңе керек жарақтың алуды ойлайсың, экономиканы емес. Но бұл жердегі мәселе, сіздің әрбір қосқан үлесіңіз, ол уже үлкен шаруа болып табылады. Себебі каждый бір тауар, мысалға, бірнеше адамның қолынан өтіп барып, жаңағы заказчикқа тиген кезде әрқайсысы налог төлейді, төлеген налогқа мектеп салынады, жол салынады деген сияқты не деген игі істер жүріп жатыр, больницалар салынады, сол жерге біз өзіміз барамыз, бала-шағамыз барады. И оның астарында көзге көрінбей жатқан игі істер өте көп. Сондықтан бұл жерде бұл 1000 миллионер проектісіне қосылған адамдардың в целом негізі атқаратын жұмысы, көретін табысы, алатын мүмкіншілігі өте мол болып тұр достар. Осыған байланысты барлықтарыңыз білесіздер, білмегендеріңізге құлақтарыңызға алтын сырға. 1000 миллионер проектісінде сіздер не алатын едіңіздер? Ол 5000 тауар, одан кейін барып жақсы білім, яғни сол тауарларды қалай дұрыс сату керектігі туралы. Одан кейінгі мәселе бізде финансирование. Сізге заказдар топырлап келіп түскен кезде сол тауарларды сатып алып, заказчикқа апарып беру үшін ақшаңыз жоқ болған жағдайда сізге финансирование беріледі. Одан кейінгі мәселе осы жерде жасаған жұмысыңызға кепілдік беріледі, что сіз миллион теңге табыс табасыз деген. Вот енді осы проектіге қосылу құны 100 000 теңге болған. Изначально февраль айында, наурыздың бірінде біз бастаймыз. Қазір 100 000 теңгеден кіріп алыңыздар. Негізгі құны 300 000 деп айтып келе жатқаныма көп болды. Наурыз айында әні жеңілдікті бітіреміз, міне жеңілдікті бітіреміз деп, аяқтаймыз деп, в итоге аяқтаған жоқпыз. Соны созып, енді міне конечный результатқа келдік. Алдағы 2 күнде сіздерге мүмкіншілік бар сол 100 000 теңгемен кіріп алуға. Одан кейін уже бітті, жеңілдік бітеді достар. Понедельник, вторник күні келіп, уже содан кейін күндері келіп 100 000 теңгеге бер деп бізден оны сұрамаңыздар. 1000 миллионер проектісін, жақсы ма? Потому что бұл жерде курстың құны жалпы негізі қалай қойылады. Мысалға сіздерде осы халықта жалпы ой туындайтын шығар. В целом негізі курстың бағасы қалай анықталады, жалпы курсты қалай табу қажет деген сияқты мен сіздерге қазір кішігірім разборын жасап берейін. Мысал есебінде курсты жалпы таңдайтын кезде қаншалықты ол ресми орта,
қаншалықты кепілдік беріп жатыр, кепілдігі қандай форматта, одан кейін конкретно ортада договор бар ма жоқ па, осыған қарау қажет. Одан кейін барып уже кейстарына және тағы басқа дүниелерге қарай берсеңіз болады. Бірақ олардың өзін қазір маркетинг деген жақсы дамып тұр ғой, өтірік құлақтан теуіп неше түрлі результаттарды көрсете беретін адамдардың саны аз емес. Өз өмірінде бірінші рет адамды оқып тұр, менде уже осындай кейс болды деп сұмдық бір нәрселерді көрсетеді, хотя сіз оның ең алғашқы клиенті болып тұрсыз да, сізге дейін ешкімді оқытпаған. И қазір сондай дәуір болғандықтан кейстардан бұрын жалпы адам өзі эфирде қанша уақыттан бері жүр, эфирда жасап жатқан еңбегі, халыққа беріп жатқан тегін қызметі, ютубта мысалға видеолар бар ма жоқ па, қандай деңгейде, мемлекеттік деңгейде қандай да бір атқарып жатқан қызметі бар ма деген сияқты көптеген факторлар бар, внимание беріп қоятын. Осы факторларға көңіл бөле отырып, сіздер өздеріңіз уже анықтайсыздар, нақты мына адамға сенуге болады или мынаған сенуге болмайды деген сияқты. Ол бірінші фактор, жалпы негізі курсты қалай анықтау қажет деген. То есть, былайша айтқанда, гарантия бар ма жоқ па, қысқаша айтатын болсақ, гарантиясы договормен болады ма? Если ол гарантиясын орындамасам, маған не болады конкретно, мен не ұстап қалам сол жерден, если ұтылып қалатын болсам деген сияқты. Сіз өзіңіздің как тіркелуші есебінде қандай да бір договор бойынша қорғалғансыз ба, осыны анықтау қажет. Енді келесі мәселе курстың бағасы жалпы негіз қалай анықталады, курстың бағасы қалай анықталады. Енді басқа оқыту орталықтар қалай жұмыс жасайтын білмеймін. Біздің оқыту орталық жұмыс жасап бастаған кезде, осыдан 3,5 жыл бұрын жұмысымызды бастаған кезде, ең алғаш бізде сабақты даже мен өзім өткізбейтін. Біздің инстаграмды қарайтын болсаңыздар, немесе бұрыннан бізді танып білетін болсаңыздар, естеріңізде болар, Омаркеттің қызметкерлері бізде сабақ өткізетін. Мен өткізбейтін, мен организовать етемін, эфирға шығамын, бірақ мен ол кезде Омаркеттің өзін жаңағы сотрудниктары сияқты білмейтінмін да. И в общем, основной характерда, основной сұрақтарға жауап беріп көмектесіп жүрдім, бірақ сотрудниктары сабақты солар жүргізеді, и сабақ семинар есебінде жүргізеді, бір күнде 3 сағат қана болды, и осыдан болды, басқа еш нәрсе алмайды. То есть бірнеше рет кездесу деген дүниелер жоқ етін, ол зуммен немесе офлайн әр кезде арқылай. По итогу Омаркетте жұмыс жасап жүрген қызметкерлер ол жақтан жұмыстан шығып келеді, орнына басқа біреу келеді. Бізде де кураторлар қайта-қайта ауысты да, сонымен в итоге мен өзім қолға алдым. Омаркетті жақсы зерттеп, уже өзімізде заказдар жауып жүргендіктен, мен уже біраз қыр-сырын үйренгеннен кейін өзім сабақ өткізіп бастадым. Кураторлар уже алмайтын болдық. И өзім сабақ өткізіп жүрген кезде қаншама адамды лично өзім результатқа шығарған болатынмын. И 1,5-2 жылдай бойы өзім сабақ өткізіп жүрдім. Одан кейін барып уже шаршай бастадым. Почему? Потому что бізде ол кезде даже отдел продаж тоже болған жоқ. Мысалы, клиенттермен сөйлескен кезде курстың қанша теңге екенін, оның ішіне не кіреді, оны айтасың, одан кейін барып жаңағы инстаграмға информациялар шығарасың, ол материалдарын жасайсың, одан кейін барып келесі сабақ өткізесің, сабақтан кейін сопровождениесі бар, оның қайталау тақырыптары бар, одан кейін сол моментте жүріп тағы да продажа жасап отыру керек, курстың продажаларын, и барлығын параллельно қатар жасап отыру қажет. Мына жақта продажа түсіп кетуі мүмкін, мына жақта клиенттен жалып түсуі мүмкін, одан заказ түсуі мүмкін. Соларды атқара отырып, еще плюс жаңағы рекламаға көңіл бөліп отыру керексің. И өзіңде Омаркеттен жасап жатқан заказдарыңды атқару керексің. И біршама уже физический форматта, моральный форматта өзімде уже шаршай бастағандықтан таусылып, мен уже не істей бастадым, кураторлар іздей бастадым. Бірақ куратор іздеген кезде ол куратор қалай жұмыс жасайды, ол адам мен сияқты командаға келген куратор әрбір оқушыны қолынан жетелеп қалай результатқа шығарады деген сұрақ мені где-то бір жарты жылдай мазалап жүрді. И сол адамды табатын кезде қандай айлықтың системасын жасаса болады деген ойлар туындап, біз келесі бір системаны енгізу бойынша шешім шығардық. Ол бірінші зарплатасы минимальный, самый минимальный зарплата. Екіншісі әрбір результатқа шыққан оқушы үшін үлкен бонус. Одан кейінгі екінші бонустың түрі ол әрбір қойылған сауалға нақты жауап берілген жауап. И соны, получается, жауап берген үшін қосымша бонус жасадық. И в итоге процесс қалай болды? Оқушылар келеді, сұрақтарын қояды, и кураторлар бірденен сұрақтарына жауап беріп, уже процесс солай болды да. Атқаратын жұмысы, қызметтері барлығы уже спокойно жүре беретін болды. По итогу бізде
по итогу бізде процесс қалай болды? Оқушылар келеді, оқушылар жұмысын жасайды, и оқушылар жұмысын жасап жүрген кезде бәйтеректің қасында отырғанға адамдар көп бір-біріне сигнал теріп жатыр екен, маған бада ойлап қалып соған алаңдап қалып жатыр. И оқушылармен жұмыс жасап, результатқа шығарып, одан кейін кураторлар бірін-бірімен таласып отырып, оқушыға тез жауап беру шығарды. И как раз таки мен өзімнің изначально ойлаған ойым, әрбір оқушыны результатқа шығару деген, сол мақсатымды жүзеге асырдым. И получается, кураторлардың зарплатасы, қарапайым тілмен айтатын болсақ, ол не да? Результатқа шығардың, оқушына айлығын алдың, результатқа шығармадың ба, значит айлық жоқ, қысқаша айтатын болса. Енді осы моментте мысалға бір оқушы келетін болса, оны результатқа шығарғаны үшін үлкен бонус ол алды. Одан кейін бір жыл бойы сопровождениенің барысында ол қаншама сұрақ қояды, 100 сұрақ, 200 сұрақ, кейбір оқушылар 1000 сұрақ қояды бір жылдың ішінде. И каждый бонусы тоже ол, то есть болашаққа кететін расход. Олардан бөлек мысалға таргет жібересің, офистің арендасы бар, одан кейін жаңағы сайт жасайды, отдел продаж бар, одан кейін сабақ өтетін кездегі Zoom сияқты get курс площадкасы сіздерге 56 видео сабаққа доступ берілетін. Осы сияқты қосымша қаншама шығын түрлері бар. И сол шығын түрлерінің барлығын қосып есептеген кезде курстың бағасы шығады. И сол курстың бағасы шыққаннан кейінгі процесс, встречамен жүрген деді ғой. Курсқа шыққаннан кейінгі процесс дальше қалай болады? Ол процесс елдердің басы екеуі. И қосымша жаңағы қай жерге келдім? Қосымша расход түрлері бар. Сол расход түрлердің барлығын есептейсің, по итогу әрбір оқушыға кететін шығынды анықтайсың. И одан кейін барып, уже әр адам өзінің еңбегін әртүрлі бағалайды. Мысалы, мынау бір әзіл бар ғой, үлкен корабль бұзылып қалған, келді да жаңағы монтер бір рет ұрды да $15,000 деп айтты дейді. 10 минут ары қараған, бері қараған, шешкенде бірақ удар жасағанда $15,000 деп айтқан. И сол $15,000 деген кезде, ол не үшін соншама қымбат? Сен 10 минут қарадың, бірақ удар жасадың деп. Сол кезде монтер айтады ғой, мен осы бір ударды жасау үшін 15 жыл бойы қызмет еттім дейді да. То есть ол жерде атқаратын жұмысы. Біз ондай 15 жылдық, конечно, опыт деп айта алмайсың, потому что в целом о маркеттің өзіне 4 жыл болған. Но қандай еңбекті айта аласың? Мысалға, госзакупта бұрыннан жұмыс жасап жүрген кісілер біледі. Мысалға, накладной бумажный форматта болатын. Соны электронды форматқа ауыстыру, ол біздің идеология болып табылады. И сол сияқты о маркетте де жұмыс барысында техникалық ошибкалар, қателіктер, немесе доработкалар, изменениялар, новый идеяларды біз қосқан болатынбыз. Сол жерде 15-тен астам обновленияның біз авторымыз осы жақында ғана тағы да новый идеялар қостық. Олардың бірі, мысалға, сіздер телефонный приложениемен о маркетке заказ келген кезде көре аласыздар, бірақ қабылдай алмайсыздар. И қабылдауға болады, если кошелекте ақшаңыз жеткілікті болса, я. И кошелекке ақша саламайсыздар. Ақша салу үшін обязательно сіздерге компьютер қажет. И осы моментте компьютерді қолданбай, телефонның өзінен бірден приложение арқылы счетқа ақша салып, сол жерден заказды қабылдап, сол приложениемен жұмыс жасай беруге болатындай механизмді жасауға идея қосып жатырмыз о маркетке. И осы сияқты көптеген сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдететін, көзге көрінбейтін қаншама факторлар бар. И біз мысалға қаншама рет қаржы министрлігіне 700 адам болып, 1000 адам болып письмолар жібердік, қаншама заңның өзгеруіне ат салысып жатырмыз, я. Новый идеялар, немесе ортамызда біреу идея қосады, соны бәріміз алып кетеміз, письмомды жазамыз, грамотно қылып тұрып, уже қаржы министрлігі болсын, басқа болсын, уже письмолар жазып үйреніп алдық қой. Даже тіптен бір тақырыппен еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа да письмо жіберген болатынбыз. И сондықтан письмо жазудан в целом уже әбден опыт бар. И қалай ойыңды дұрыс жеткізіп, соны арғы істетуге болады. Письмо жіберген бір бөлек, письмомен өзіңнің ойыңды толық жеткізіп, өзіңнің позицияң дұрыс екенін дәлелдеп, еще соны мойындатқызып, и сол адамға жаңағы керек дүниенің решениесін шығартқызу деген ол екінші дүние да, то есть оңай шаруа емес. Осы сияқты көзге көрінбейтін қаншама жұмыс бар, и осы жұмыста әркім әртүрлі бағалайды. И біз мысалға 100 000 теңге деп изначально скидка жасағанымыз, бірден скидкамен бастағанымыз,
бір жағынан мынандай да моменттер болды да уақытысында. Мен енді алдында сторис шығардым ғой, видео шықты, рилстар. Арман мырзада да туған ағам, Арман ағамда да мысалы көптеген жағдайлар болды. Баяғыда барасың бір жерде оқығың келеді, бағасы удай қымбат. 2000 мысалы 16 емес 18-19-дардың өзінде уже курстар мысалы 300 мың теңге деген сол заманда болатын, 250 мың теңге деген. Неше түрлі жігіттер госзакуп бойынша обучение жүргізетін. Енді Нұрлан Байділда бастады, бірақ одан кейін қаншама шыққан адамдар болды. Ананы қарайсың, мынаны қарайсың, Нұрлан Байділданың да бағасы деген ұрып тұр масқара. Біреусіне ақшаң жетпейді, істегің келеді, итак өзің черный спискасын деген сияқты неше түрлі нәрселер бар. Сонымен қолыңды бір сілтесіне кетіп қаласың. Как раз таки ақшасы барлар үйге кіріңдер, ақшасы жоқтар заводың сыртынан қарап тұрыңдар, біз мына жақта ет жейміз деген әңгіме болмасын деп, осы уақыттың барлығында почти 1,5 ай, февральдың 20-сында біз қаншан старт бастадық, бұл 1000 миллионерге тіркеп 18-інде. Содан бастап осы күнге дейін 1,5 ай уақыт өтті. 1,5 айдың ішінде кім тіркеліп үлгерді, үлгермеген енді айып болмасын. Себебі бізде мына жерде тегін жұмыс жасауға ешкімде желание жоқ. Біреу сізге келіп тегін үйімнің несін жасап бер, ананы бүйт, мынаны сөйт, күндіз-түні сұрағыма жауап бер десе, ешкім тегін жұмыс жасамайды ғой. Плюс оның қас-қабағына қарау керексің. Получается, әрбір жұмыстың өзінің құны бар. Осының құнын біз ескере отырып, уже қаншама адам тіркелді, қаншамасы миллионға шықты. Біз енді тек миллионға шыққандарын айтып жатырмыз. Миллионға шықпай 300 мың, 500 мың, 700 мыңнан уже қаншама адам ақша тауып алды. Ендігі үлгерді тауып. Осы адамдардың барлығын жұмыстары бар, еңбегі бар, ол қараптан қарап өзі таба алатын болса, неге осы күнге дейін таппады деген сұрақ. Ол, конечно, мен енді айтпаймын, менің арқам, біздің арқамыз деп, Алла тағала бізді себепші қылып жатыр. Енді сол себепші болғандықтан уақытымыз, энергиямыз, біздің махаббатымыз жұмысқа деген осыншамалық вниманиямыздың барлығын бағасы еселенсін, жаңағы орнымен болсын, толығымен болсын деген оймен біз уже жеңілдікті тоқтатып жатырмыз. Сондықтан 1000 миллионер проектісіне кіріп, кепілді түрде прямо договормен қол қойып, жалғыз ресми ортадан жаңағы 1 миллион теңге таза табыс табамын, 5000 тауарларын алып осы жігіттердің сатамын, үстіне өзімнің де товарымды қосып сатамын, еще плюс жаңағы финансированиясын қолданамын. Одан бөлек жаңағы выпускной болған кезде Астанаға келемін, бірге отырып бок-о-бок прямо жұмыс жасап, сол жерде қосымша темаларға қосылып осы жігіттермен бірге партнер болам, дальше сообществода қалам, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдық жаңағындай проектларды бірге жүргізуге дайынмын деген адамдар ортамызға қосылыңыздар. Бұл жердегі тема қазір короткий ғана проект емес, ол үлкен бір проекттің басы ғана. Сол басында жаңағы кім қолынан іс келеді, соларды жинап алу и ары бірге уже тірлік жасау. Сондықтан кетіп бара жатқан көштен қалып қоймаңыздар. Бұл көш ұлы көш болып тұр. Бұндай 1000 миллионер проектісі сияқты проект Қазақстанда ешкім жасамаған. Себебі 1 миллион теңге таза табыс табасын деген гарантиямен вообще ешкімде ондай дүние болмаған. Бар, гарантия бар. Оксикбаевтарда болды ғой, фамилиясын дұрыс айттым ба? Топинг жирмен не қылатын баяғыда Юфреймда нелер, блогерлар. Солар, например, әйел екеуі топинг жирда 1000 ба, 2000 ба адамдық қосты, бірақ ол жерде физический культурада адамдық весін тастау. Определенный бір марафондар болады, 15 адамдық, 5 адамдық, ол 1 айлық, 2 айлық болады. Біткен кезде жаңағы участниктардан сұрасаң, не алдың деп. Мен мынаны түсіндім, мен ананы осознавать еттім, менде мынандай болды, я того простила деп біреулер. Енді неше түрлі психология жағынан бар, басқа бар. Но конкретно сен прям осында ақша жасап аласың, жасамасаң ақшаны қайтарып берем деген проект ешкім жасамаған. При условии, что ол 1000 адамға арналған Қазақстан бойынша. И еще плюс қарай сіздер барлықтарыңыз бір-бірлеріңіз танымайсыздар, но бір жаңағыдай Омаркет Қазақстан оқыту орталығының шаңырағының астында проектіге қосылып бір-бірімізбен жұмыс жасауға, ол ары қарай алып кетуге, өміріңді өзгертуге, өміріңді именно жақсы жағына өзгертіп, новый партнерлар тауып, новый тема тауып, жаңа табыстың түрін алып кетіп, немесе табысыңыз уже бар болса соны еселеп масштабировать ететін үлкен бір мүмкіншілік. Сол мүмкіншіліктің құны бар болғаны 300 мың теңге болады, достар. Сол 300 мың теңгемен енді кіріңіздер. 300 мың теңге болатын баға ол дүйсенбі күннен басталады. Сіздерде қазір 100 мың теңгемен кіруге болады. Қазір
ертең және арғы күні последний осы күндер 100 000 теңге болады. Одан кейін болды, жеңілдік достар, бітеді достар. Кейін уже прямой эфирді алдында өздеріңіз көрдіңіздер ғой, қаншама адам маған март бойы болсыншы скидка деп. Кейін өзім жеке медиа жазған болды, дайректке де келіп жатыр, комментарияға да келіп жатыр. Содан кейін жарайды деп создық, кіргендер кіріп жатыр. Енді ол қашанғы біз соза береміз, ол да мүмкін емес. Вот сондықтан достар, барлықтарыңыз шансты жіберіп алмай тіркеліп алыңыздар, хорошо? Қазір мен сіздерге бәйтеректі көрсетейін. Астанада кім болған жоқ? Кім бәйтеректі көрген жоқ? Шығып көрсетейін ба? Астанада бәйтеректі көргісі келетін адамдар бар ма? Бірден теманы риск алып кеттім ба? Омаркет, 1000 миллионер проектісі скидка деп тұр. Біреске бәйтерекке кетіп қалды ма әңгіме? Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай предложение? Кім тіркеледі? Қолын көтерсін. Мына жерде номерге жазсын. Тіркелу үшін номер шығарып қойдым. Номерді қатесіз жазыппын. Бір тексеріп жатырмын. Қаншама адам қосылды. Жаңа біреулер жазып жатқандай болып еді. Кім не жазды екен? Мен 200 000-ға алдым ғой, сіздерден сабақ ұнап жатыр дейді. Сіз VIP пакет алғансыз ғой. VIP пакетке скидкалар бітті тоже. 550 000-ның курсын 200 000-ға алып. Күшті жолыңыз болып кетіпті да. STKZ бар ма сендерде мебельге дейді. Так, мені қосыңызшы курсқа дейді. Жадыра Жаныбековна. Пожалуйста, қосылыңыз Жадыра ханым. Қосылыңыз. С радостью барлықтарыңыз қабылдаймыз. Маған да керек еді тіркелуге миллион жобасынан үлгеремін ба дейді. Үлгеріп тұрсыз ғой? Проектіге қосыла алмай жүрмін дейді Маржан ханым. Дайындық, балаларды жатқызып дұғаларымды оқимын дейді. Аумен, қабыл болсын. Мен тіркелдім жобаға дейді Бақтыгүл. Тамаша, Бақтыгүл ханым. Берекелі болсын, табысты болсын осы курс. Біз ойлағандай сол өміріңізді өзгертетін курстың қатарынан болсын. Бар оқу керек па? Жоқ, онлайн ғой. Қазақстан бойынша онлайн. Жан Секбаев, Жандос мырза. Жен Секбаев екен, ол кешірім өтінемін. Келудің қажеті жоқ, онлайн ғой бұл курс. Онлайн курса. В целом осы достар, если сұрақтарыңыз жоқ болса, қадір түнде тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Оразадан оразаға аман есен жете берейік, төрт көзіміз түгел болсын, отанымыз аман. Зілзаладан, оттан, судан, қазіргі болып жатқан осы сияқты неше түрлі тілі жоқ, неше түрлі жаңағыдай жамандықтан Алла тағала қорғасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, көк аспанымыз ашық, шекарамыз нық, кішкентайларымыз аман есен өсе берсін. Әрбір адамның өзіне тілеген дүниесі бар, басқаға тілеген жақсылықтардың бәрі Алла тағала қабыл етсін. Кім не нәрсеге жете алмай жүр, соны тезірек жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Құдай қаласа 1000 миллионер жобасында миллионер атанып, 6 шілдеде Астана күнде құдай қаласа үлкен Қазақстанда жалпы әлемге қатысты бір тақырып қазір дайындап жатырмыз. Бүкіл әлемді өзіне жаңағыдай бүкіл әлемді, мен үлкен сұмдық қылып айтып жатқан жоқпын, шын мәнінде бүкіл әлемді өзіне қарататындай бір үлкен дүние жасап жатырмыз. Құдай қаласа соның ортасында выпускниктар болады, құдай қаласа. И сол жерде масштаб жаңағыдай проектларды алу, жүргізу, жаңағыдай партнерство жасау, новыдан темалар ашу, новый производстволарды ашу, бірігіп отырып жұмыс жасау деген темаларды Алла тағала бізге нәсіп етсін, ойлаған ойымыз жүзеге аса берсін. Офлайн бар ма? Аумен айтқаным келсін дейді. Офлайн бар, Астана, Тараз, Шымкент қалаларында офлайн курс бар, ол жеке курс. Жеке курсқа тіркелсеңіз болады. Жеке курсты алатын болсаңыз, қазір 1000 миллионер проекті сізге бонуспен беріледі. Сізге болғанда любой адамға. Кім VIP пакетке кіреді? VIP пакет сол жеке курс қой. Потому что басқа курс жоқ бізде. Осы VIP пакетпен 1000 миллионер ғана, 1000 миллионерда VIP пакетті алған адамдарға 1000 миллионер проекті бонуспен беріледі. И VIP пакеттің өзінің плюсы өте көп, өте көп. Енді оны білетіндер біледі, кім бізде жеке курс оқыды, олар біледі уже. Қалай 2 аптаның ішінде
бірнеше заказ жауап тастайтын біледі. Біздің оқушыларымыздың 70% алғашқы 2 аптаның ішінде уже заказ қабылдап біршама табысқа шығып алады. 2 аптаның ішінде. Ол бізде баяғыдан келе жатқан статистика. 70% оқушымызды 2 аптаның ішінде результатқа шығарып жібереміз. Ол енді VIP пакет, ол самый топовый біздің крутой пакет. Если кіретін болсаңыз, офлайн оқуға келіңіз, ақшаңызды бірден ақтап аласыз ғой. Бірден ақтап аласыз. Еще плюс бонуспен 1000 миллионер беріледі сізге. То есть сіз бірнеше есе қылып шығарып аласыз, еще 1 жыл бойы бізбен бірге боласыз, гарантированно. В целом осы, достар, кім курсқа тіркелгісі келеді, жазыңыздар, номер шығарып қойдым. Біраз адам комментарийға жазбай жатқанына қарағанда уже прямой номерға да шығып кетіп жатқан сияқтысыздар. Хорошо, жақсы онда. Түндеріңіз тыныш болсын, сау саламатта болайық, аман есен болыңыздар. Құдай қаласа, кстати, Таразға барайын деп жатырмын. Кім Тараздан 10 сәуір күні Таразда Жамбыл облысы бойынша Омаркеттің заказчиктарға ұйымдастырып жатқан обучение семинары болады, повышение квалификации, именно госзакуп саласындағы специалистерге арналған. Жаңа облыс бойынша акимат, больница, поликлиника, библиотека, ЦОН, музей, не бар, барлық мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне, именно специалистерна госзакуп бойынша обучение болады. И сол обучениені мен жүргіземін, как всегда, главный спикер есебінде барып, повышение квалификации өтеді. Если Таразда адамдар бар болса, давайте жолғайық оны күні, если что, жолуға болады. Жақсы достар, сау болыңыздар. Түндеріңіз тыныш болсын.